Және тағы да енді Баланың аты кім? қатысушылардан сұрақ болса сен. Сіздің сұрағыңыз Мен таусылды. сізге сұрақ қояйын деген. Аружанның Маған сұрағы бар. қойыңызшы сұрақ. Мысалы, сіздің мінезіңіз ауыр ғой. Болашақта үйленіп жатқан кезде мінезіңіз басылады ма негізі? Қыз ба мінезіңіз бар ғой сіздің? Болашақта үйленіп жатсам ба? Иә. Енді бәрі өз орнымен ғой. Бірақ андай бір осы күйімде қабылдайтын қыз керек қой, по-любому. Бұл мінез өзі туғаннан бері сондаймын. Ал сіз мысалы Ерасылдың мінезін біліп келдіңіз, бірақ неге ол мінезді қазір өзгерткіңіз келіп отыр? Өзгерту емес, негізі отбасылық өмірде по-любому біреу басылу керек қой. Мен де біреудің жалғыз қызы болғаннан кейін мінезім. Демек сіз басылмайсыз, сіздердің жағдайларыңызда Ерасыл басылу керек пе? Мен басыла алмаймын, мен бір үйдің жалғыз қызымын дейді. Жоқ, Аружан, ондай болмайды. Сен басыласың. Бопты. Дианахан, Иә? қош келдіңіз. Енді жаңа қазір айтып жатырсыз ғой, бізде алып қашу болды, бірақ той болған жоқ деген сияқты. Негізінде Дианахан былай қарап тұрсаң, бір түсініксіз жағдай екен да, қызды алып қашады, өмірін құртады, бала тудырады, одан кейін 3 айдан кейін мақұл сен кете бер, мен армияға барам деген сияқты. Сол үшін негізі Дианахан, мен ойлаймын да, жігіттерге бәрібір де 20-21 жас деген жас секілді менің ойымша. Жігіт деген аяққа нық тұрып, 25 жасында үйленсе де үлгереді деп ойлаймын. И жаңада да Ерасылдың ойында негізі басқа қыз болған сияқты да, сен басқа қызы шақырдың ба, и ол қыз емес, басқа қыз келген екен, сенің уже сұрақтарыңда болмай отырған сияқты. Жоқ, мен басқа ешкім шақырған жоқпын. Бұлай енді эфирде сондай Әскерден хат жазып, Жоқ. сен мені күтіп алдың әскерден деп. Жоқ. Бірақ сіз Мен бір күттім. жыл бойы мен. өзім адалдығымды өзінің болашақ ұрпағын жалғастыратын адамды осылай ғана тастап кете салу деген, білмеймін, Дианахан. Бұл енді ата-анадан бөлек бірінші кезекте ер азаматтың өзінің жауапкершілігі ғой. Иә, дұрыс. Өзінің қолмен істегені мойынмен көтеру керек еді, бірақ ең оңайы қашып кету болды. Із-түссіз жоғалып кетті. Я Дианахан, тағы сұрақ қойсам бола ма? Сіздерде заңды неке болды ма? Әлде тек Жоқ, қана неке мешітте бар? мешітте, одан кейін карантинде той, еш нәрсе болмаған екен. Бізде жарнамадан кейін Ерасыл өз талаптарына қарсы шыға ма, жоқ па көреміз.